Хей, бәріне сәлем достар, сендермен бүгін мен жаңа сол. Бүгінгі видеода достар, біз ангельский стардроптарды ашатын боламыз. Енді бізде клубтың событиясы біткен болатын, үшінші рет уже. И бүгінгі видеода ашатын боламыз. Ал сендер ашпай тұрып каналға тіркелу және де лайк басуды ұмытпаңдар. Ал бірге ашайық. Уже міне екінші стардропқа келіп қалдық. И думтыс пятый достар. Так. И достар, несі керемет кетті. По идее, мен ойлаптым, осы 15 стардроптың ішіне мен қалған Эдгардың скин алып алам ба деп ше. И достар, міне бізде уже бастала салысымен керемет стардроп. Мәссаған. Мынақ монета достар. Обидно, суперсел обидно ғой маған. Ё-май, чоғышты отыр. Бұның негіз тез ашылғаннан қорқасын ше. И қой, бұның рас па? Да, 500 кредит. И бізде пинкс ашылып достар. Прикиньте. Пинкс пойдет была 500 кредит. Нормально. И бізде нағырадыр Али. Достар, по идее осымен бізде 15 стардроптан 2 легендарны түсті. Енді осылай ғана сияқты мен ойымша. Так. И тапқандар. По идее бітейін деп қаған сияқты ұшы. Достар, обидно негізі. 500 кредитпен айростай салған сияқты. Енді достар, бізде испытания шыққан, білесіңдер өздерін. И қазір испытанияны ойнап көрсетеміз. Стардроптарды ашамыз, 2 ангельский предстартты ашамыз. Мен негізі испытанияны бұрау болын өтіп сағам. 3 этапын оны сендерге қазір қысқа ғана сливавать етіп көрсететін болам, слив жасап. Наңғаранда достар, Макс Кони айтпақшы. Осы жерде Макс Кони бар. Мен бұны қазір сатып аламын. 149 гемнен 39 гемге қарай түсіріп алам. И бізде достар Макс Кони. Негізі осы скидканы мен баяғыдан бері күтіп жүргем, әдемі кеттім. Өзіме ұнады достар. Қазір енді біз испытанияны өтіп, оны стардропын аламыз. И және де 2 престарды ашатын боламыз ал достар. Қазір қараңдар енді. Қараңдар, мен уже горячая зонаға келдім. Так, бізде ангельскийдан 2 скин әлі алынбаған. Енді испытания ойнайтын боламыз. Бізде клубтың событиясы айтпақшы басталды ма? Тағы біреу бар ма не? Короче айтқанда достар, тағы 3 күннен кейін тағы ашатын боламыз. Мынаған қараңдар, менің клубым не болып жатыр. Атын өзгертші дейді достар. Сизан тим деп өзгертші дейді. Сизанның командасы деп. Қалай өзгертетін еді? Өзгертілер ме екен? Қазір көрейікші өзгертіп. Так, ойбай, зитинге кіріп кетіппін достар. Рейнджмендер. Так. Мынау емес па? Клуб нәйім дейді. Достар, атын қалай өзгертетін аны? Мен вообще бұрында өзгертетін беді? Өзгертілмейтін тұр ғой. Клуб мейл дейді. Достар, мен білмейтім даже. Комментарияға жаз кетіңдерші білсендер. Если что, көмектерін болсын маған. Қазір горячая зонаны өтетін боламыз. Мен сендер қазір Брауболдан жеңгенімді сливать етіп көрсететін болам. Ал давайте достар, қазір дайындалыңдар. И не түскен көресіңдер жаңа. Мінекей достар, бұл мен уже 3-ші соңғы этапты өтіп атқаным Брауболдың. И наңғыраңдар, легендарный бізде түсіп атқан болатын. И сол кезде маған сен дейдің скині түсті. Мен достар, мен ойлаған Эдгардың скині түсетін шығарды. Бірақ сен дейдің скині түсті. Негіз по идее нормально шығар. Комментария жаз кетіңдер. Онытта 149 гемдік по идее маған ұнады бұл скин. Қуаныштымын әрине. И мына қараңдар, осы жерде стардропты аштым. По идее мен бірінші этапын өтіп атқам. Ұмытып қалдым даже. Бірінші этапын енді өтіппін. Мінекей осылай достар. Короче, қалғандарын өтіп тастадым. Ары қарай кеттік онда. По идее, мен ойынша достар, горячая зонаға мен Честерді алдым. И ол по идее мен ойынша үмітімді ақтайды деген ойдамын. Себебі бұның әрбір ультасы ауыс отырады. Сол маған по идее көмектеседі деп ойлаймын, той айтқанда. Так, достар, енді мен ойынша мен тимиттерім көмектеседі деген ойдамын. Енді мынала жоспын соперниктерім сенем өзім союзниктеріме. Так. Ал достар, сендер болса қандай этапқа келіңдер, әлде испытанияны өттіңдер ме, өтпендер ме, оны комментарияға жазып кетіңдер, мен оқимын и ответ беремін достар. Мен сендерінде өздерінде. Ё-мое достар, бізге что-то нан жегізбей жатыр. Көз айтқанда бізге мыналар шанс бермей жатыр, қысқасын айтқанда. Матчтес қойамын, әдем. Ойбай, ой-бай. Болмай қалды ғой.
Так. Бізге берілмеу керек, себебі жеңілсек біз уже 3 старда пристар ашамыз, қысқасы айтқанда ангельский стардроппен жай ғана стардропты ашатын боламыз енді достар. Так, мен атырын жөніп болмалыппын достар. Қателік болды, қателік істеп жатырмын. Мен өз басым қателік жасап жатырмын. Біз алтыда келе жатыр екенбіз ғой, қарбаш, байди аптауға болады. Мына тик қана мен жүзім әттеп жатыр достар. Ё-ма, қалай өлмеді? Нәсі жоқтан, көкелерін танытам ғой мен сендерді шүгілді. Так. Бастаймын ғой сендерді. Мен ойымша қазір испанияны ше бәрін өтетін болсақ, уақыт созылу керек, так что осы бір этапын өтіп, келесіде өзім өтіп тастайын деген ойдамын, так что до конца өткенімді көрсетпей қояйын, иә? Мақұл болса, еңше мақұл болды. Так. Бізде уже 78%. Наоборот, достар, біз оларға шанс бермей қысқасы отырып, дегіз жатыр олар. Мынан жүзін толтыратын қайсы достар, мына қарадыр. Хорош. Болды достар. 97, 98, 99, 100. Бізде достар, қазір пристар ашатын боламыз. Достар, бұл кеткендер обязательно активный ойнау керек осы событияда. Себебі бізге алды 140, немесе 200 пристар береді ангельский. Так что достар, өткіз болмай дұрыстап ойнаңдар. Негізі актив көрсету керек қой барынша ше, суперселге. Зато сендерге мәдіп бере салайын осының бәрі. Так что егін халявадан айылып қалмаңдар деп айтып жатырмын достар. Енді бізде дым түспеді, өздерің көргендеріндей, қазір мен клубты может көтеретін шығармын. Достар, міне охота ойны шығыпты айтпашы. И қазір фикс деген боецті мен алып алып, сонымен ойнап көретін болам. Фикске яғни айтқанда тәжірибе жасаймыз, зерттейміз. Бұны до конца 9 сыйлаға дейін көтеріп тастадым, ал кеттік. И что-то менде опыт жоқ, достар, өздерің білесіздер, фикс жаңа каналды, мен оны, то есть опытын жинауым керекпін, онымен вообще ойнамаймын мен достар, енді өкінішке орай. Так. Бізде пойди мен ойымша орын қатты келетін сияқты. Жынды. Айтқызым мен достар. Негізі финкс мощный сияқты де. Перезарядку знаете, и ультасы маған жестко айтты достар, осының ультасы баяулап түседі, бәрі противниктердің оқтары, ультасын дегенде. Негізі мощный қашкеті мен вайлдар шығып оның бәрі ше. Ал, қашты деш зытты ғой бізден достар, неменеге зытып атыр, ойын что-то көтермей атыр. Так. И бізде ворн өліп қалған, міне достар, прикиньте, ворн өліп қапты. Бізде Едгар Фрэнканы нормально бізде тащит отыр. Давай енді ворн өзінері көрсетіп жүрсе болғаны. И мына қараңыз достар, бізде 46-44% қалды. Бізде ворн айлап, басына секіп тасады ғой достарым. Бізде ойын тез аяқталды, мен ойлағанымды. И көреміз қазір. Так. Бізден бір прейстар береді, бұл испытание дым түспеді. Блин, обидно, суперсел. Мен, пайде қанша айтпаш достар, наңғарандар. Скинді сендер көрсетіп жүрген сен дейді, мынандай скині бар, короче айтқанда. И бұны түсіріп алдым, керемет кетті негізше. Өзіме ұнады бұл скин. Так, енді достар, бүгінгі видео ұнады деген ойдамын. Бүгінгі видео ұнаса, мен ардама жазылып, және де лайк басып осы видеоға достармен бөлісіп, пікір қалдыруды ұмытпаңдар. Сендермен бүгін болған мен Жанасыл. Келесі видеода жолыққанша достар, аман сау болыңдар.